Здравствуйте, уважаемые участники, слушатели вебинара. Конкурс Digital Stars Алматы рад снова приветствовать вас онлайн с новой серией практических вебинаров. Пожалуйста, откликайтесь в чате, с какой вы школы, какой предмет ведете и в каком классе. Если вы не из города Алматы, пожалуйста, напишите, с какого вы города. Ну а мы пока вы пишите в чате, расскажем, что у нас сегодня по плану. Во-первых, у нас работает синхронный перевод на казахский язык, поэтому в меню в нижней части экрана вы можете выбрать синхронный перевод на казахский язык. Ну а во-вторых, чтобы отправить свой вопрос спикеру, воспользуйтесь разделом «Вопросы и ответы» в нижнем меню. На ваши вопросы мы будем отвечать в конце нашего вебинара, так что оставайтесь с нами до конца. Также хочется сказать, что запись ведется, и она будет опубликована в вашем кабинете на нашем сайте digitalstazalmaty.kz и также на нашем... белгіледі, сонымен қатар. Что нас ждет сегодня? Бүгін бізді не күтіп жатыр? Сізде 90 минутқа жоспарланған, мүмкін 90 минут болады, мүмкін одан да көп болады. Және қандай белсенділік бар? Және бірінші кіріспеден кейін сіз біздің Мәскеу қаласында Александр Александрович Ходжамен кездесесіздер. Одан кейін сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауаптарымыз дайын болады. Ал енді конкурстың бірінші кезеңінде қатысқандар өздеріңіз өз балдарыңызды білесіздер, олар жеке кабинетте. Сонымен қатар сіз екінші кезеңге өттіңіз бе, өтпедіңіз бе, соны білетін боласыз. Сонымен қатар біз цифрлық технологияларға оқытуды бастаймыз. Барлық ниет білдіргенде біздің бағдарлама ашық. Әр вебинарға тіркеуді өтуіңіз керек. Сіздердің жеке кабинетте барлық жазбалар болады. Біздің конкурстың жеке кабинетінде, сонымен қатар конкурстың телеграм арнасында. Мынау біздің вебинарлардың екінші кезеңде 3 апта бойы біз сіздермен онлайн режимінде кездесеміз. Міне кешірек кіргендер, осының барлық вебинарлар кезеңін оқығандарыңыз маңызды. Және екінші кезеңнің және біздің белсенділіктеріміз, және біздің мақсатымызды білесіздер. Бұл ең цифрлық, жақсы жұмыс жасайтын мұғалімдерді табу, және оларға тәжірибелік аспаптар беру. Әр вебинарда осы орындау үшін белгілі тапсырмалар болады. Және осы 7 қарашаға дейін тапсырманың бәрін орындаған. Және өздері қатысқан барлық вебинарларын айтып, сонымен қатар және ең үздік сыйлық, ең үздік, ең белсенді қатысушыларға бізден бас сыйлығымыз ноутбук. Және сондықтан тыңдаңыздар, сыйлықтарды алыңыздар. Енді біз Александр Александрович Оджи, Мәскеу мектебінде тарих пәнінің мұғалімі, номер 854 мектеп блогер. Ол кісінің инстаграмы өте қызықты, барлығын айтады, және барлығын қызықты танымайтады. Александр Александрович біздің курсқа қош келдіңіздер. Сізді осыны марапатқа толған және цифрлық технологияларды белсенді пайдаланатын мұғалім ретінде сізді шақырамыз, және сізді қызықпен бөлісуге шақырамыз. Сөз сізде. Қайырлы күн. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Шынын айтсам, бұл мен үшін ең бірінші. Және бұл сіздерге қызықты және пайдалы болады деп сенемін. Және біз сіздермен бірге бастаймыз. Және ең бастысы, біз сторителлингті сыныпта қарастырамыз. Мен сіздерге презентациямды бөлісемін. Және біз бүгін сторителлингтің күші сыныпта әсіресе осы әлеуметтік желіде
және сіздерде баршаңызда барлығыңызда белсенді әлеуметтік желіде жұмыс жасайтын және сыныпта да белсенді жұмыс жасайтынына мен сенімдімін. Сондықтан сіздер айқын және қызықты осы өз жұмысыңызда әлеуметтік желіні қолдана аласыздар деген сенімім бар. Мен өзімді таныстырып өтейін. Мен Мәскеулік 854 мектебінде жұмыс жасаймын және әлеуметтік желіні біз осы контент жасаймыз, біздің әлеуметтік әрқайсымыз өз әлеуметтік желіні жүргіземіз және TikTok жүргіземіз. Оны тағы да қосымша айтатын боламын. Жол жөнекей жасаймын және сіздер үшін қызықты жасаймын. Storytelling деген бұрыннан келе жатыр және бұрынғы кезден бастап мен осы тарих мұғалімі ретінде адамдар осы оттың жанында жиналып әркім өздерінің оқиғаларын айтып, яғни 40 мың жыл бұрын осы пайда болуы мүмкін. Сондықтан сол кезден бастап Сапиенс осы кездерде саналы түрде және олар өздерінің адамзатта мен сіздерге неге осы оқиғаның бәрін айтып жатырмын? Әрине біз осының барлығын толық айта алмаймыз. Бірақ бұл жерде кем деген екі нұсқасы бар. Бірінші кезекте қандай да болса түрде біріміздің кешкі уақытымызды және кешке жақын осы оттың айналасында отырып уақыт өткізу үшін және бір осы көлеңкелер, театр жасау үшін және осындай мүмкіндік үшін сонымен қатар және үлкен ұрпақтың адамдары осы оттың жанында отырып түрлі оқиғаларды айтып өздерінде болған тәжірибе, әлеуметтік тәжірибесімен бөлісу үшін жасайды. Сондықтан бұл жерде оқиға сол кезден бастап осы ақпарат тарату үшін қолданылады. Және осы білімдер оты сол жылдан бастап жұмыс жасайды. Әрине біз білеміз, осы оттың айналасында осылай жиналып, осы этникалық топта адамдар осы оттың жанында жиналып, біліммен бөліседі. Және Папуа Жаңа Гвинеяның халықтары сол кезден бастап, мысалы бұрынғы еврей аңыздарында айтылатындай, оларда дәл бұрынғы сөзден және Инжіл Библия деген кітапта өтеді, және ол Ескі Заветте осы бұрыннан толығымен осы оттың айналасында айтылатын әңгімелерден басқа, осы аңыздардан басқа біз ежелгі Египетті айтуға болады. Мысалы, ежелгі Египетте әртүрлі әңгімелер бойынша осыдан 5000 жыл бұрын осындай, мысалы, бұл жерде көптеген Ресей оқулықтарында, көне әлем тарихында дәл осы аңыз анық айтылады. Осы Сенехет туралы аңыз, Сенехет туралы әңгіменің осы өрескел ұрпақты үйрету үшін және осы әңгіменің жазбасын жазып алуға болады, және осы Египет иероглифіне жазылған, содан кейін араб тілінде және осы визуалдық үйлестірмесінде байқауға болады осы аңыздың. Сондықтан осы оқиғаларды қолдана отырып және осы аңыздарды қолдана отырып олар бір ұрпақтан екінші ұрпаққа берілу керек. Мысалы, көне Египетте осы Сенехет туралы повесте сол
ежелгі Египетте бір арнайы пропистер болған. Оларда осы әңгімені көшіру мүмкіндігі болған. Әрине бұл жағдайда өзгеру мүмкін. Біз шынымен осыны орындаймыз. О схоластике. Но отдельно хотелось бы отметить такого известного богослова, философа, теолога. Мысалы, философ, теолог Аквинскийді айтуға болады. Оны педагогика оқулықтарының автор деп айтады. Мысалы, дәл Тома Аквинский осы діни, философиялық және педагогикалық оқудың негізін қалаушы өз еңбектерінде оқиғаларды айту және сабақ кезінде оқиғаларды айту деген, мысалы, қарапайым мектептерде және қалай да болса түрде осы оқиғаларды айтып және маңызды жеткізу үшін Впоследствии некоторые из них перекочевали в религиозные книги. Мы знаем то, что религия вообще полностью пронизывала, полностью схватывала всю педагогическую науку. Сол кездің педагогика ғылымын олай деп айтуға бола ма, болмай ма, және осы дәл болса тек методикалық тәсіл деп айтуға болады. Бірақ бір келесі философиялық ғылымның негізін қолды. Ол Ян Амос Каменскийдің атақты чех педагогы. Ол барлық заманауи дидактикалық тәсілдерді құрған болатын. Яғни ол осы адам осы заманауи визуализация жасалған оқудың негізін қалаушысы. Яғни нақты мысалды көрсетпей, бір нәрсеге оқытудан үйретудің мүмкін емес деп айтқан болатын. Сонымен қатар осы оқиғалар ерекше әшекей деп айтқан. Яғни ол осы оқиғаны балалық шақтан бастап оқыту керек деп айтқан. Яғни Амос Каменскийдің тарихын осы оқытудың тәсіл ретінде өзінің жеке меншік тәжірибесін айту, көрсету, осы дәл сол кезден бастап және сіздің күнделікті уақытымыздың ерекшелігі деп есептеген. Және осы оттың айналасында білім келеді, көбейеді, таратылады. Осының барлығы жаңа білім алуға мүмкіндік береді. Және осы әңгіме айтушысы және бір адамды бір белгілі әлеуметтік тәжірибеге тереңдеу арқылы жаңа ғылымдар пайда болады. Және олар белгілі заветтер, белгілі механикалар бойынша пайда болады. Әркім оны өзі қабылдайды және ол әрине бұл қарапайым болады. Оқушылар жаңа ақпарат алады. Бұл жерде ертегілер немесе оқиғалар болуы мүмкін және ерекше түрде. Және біз бастауыш мектепте бір аңыздарды, ертегілерді айтамыз. Және осының барлығы сторителлинг. Және бұл не болып жатыр? Ал қазір және біздің балаларымыз үшін осындай білімнің оты, білімнің осылай ошағы, бұл біздің әлеуметтік желі. Мысалы, біздің ата-аналарымыз, балалар, әжелер бәрі толығымен әлеуметтік желіге бас сұғып кетті. Қараңыздар, мына жерде Ресей Федерациясында 29 миллион адам бір кем дегенде бір әлеуметтік желіде парақшасы бар, сонда және осы әлеуметтік желіні ақпарат беру үшін пайдаланбау әрине ол бір қызық.
және кейде ең пайдалы және өзара жақсы қарым-қатынасты қалыптастыру керек. Сонымен қатар әлеуметтік желі біздің оқушылар үшін бір белгілі комфорт зонасы болады. Соны ұмытпауымыз керек. Егер біздің оқушыларымыз сонда болса, сонда біз неге кірмеуіміз керек? Егер әлеуметтік желіде оқушылар болса, ол жерге мұғалім келсе, көп ол жерден шығып кетеді деген пікір бар. Бірақ егер мұғалімдер мен оқушылар жақсы қарым-қатынаста болса, және ол көбінесе педагогикалық, мысалы біз TikTokқа көптеген мұғалімдер келеді, TikTokқа басқа мемлекеттерден және Батыс Еуропа мемлекеттерінің тұлғаларын және көбі TikTokта осы ақпарат жеткізу үшін қосылып жатыр. Және біз TikTok білім беру контентіне және бұл осын сапалы, қызықты жасауға мүмкіндігіміз бар. Ал енді сіздермен әлеуметтік желіні сторителлинг құрау үшін және осыны тарату үшін қандай оқиға айтуға болады? Мысалы, ең бастысы, олар үшін комфорт зонасында өзім парақшам туралы айтып өтейін. Мына парақшама мен Инстаграмда өзім 11 сыныпта болғанда парақшаны енгізген болатынмын. Бұл менің барлық студенттік өмірімнің куәгері болды. Аспирантура оқыған кезде, яғни мен осы дайын парақшамен мен мектепке келдім және бұл өзімнің өмір легім бойынша өзгеріп келді. Және менің өмірімде не болып жатқанын және адамдарға бұл қалай әсер етіп жатқанын және тарихпен және қоғамтануды оқытатын мұғалімдер үшін, қоғамтануды оқытатын тұлғалар үшін және басқа әлеуметтік желілерді оқытатын пәндердің және олардың барлығының парақшалары, мазмұны бір-біріне ұқсасты болады және оқушылар үшін не маңызды соны көрсетеді, яғни әркім өзінің әлеуметтік тәжірибесін, әлеуметтік позициясын көрсету. Мысалы, сіздер мына QR кодқа скан жасасаңыздар, осы парақшаға өтесіздер. Осылайша менің парақшама жазыласыздар, менің ешбір қарсылығым жоқ. Мен тек ризамы боламын. Бұл Инстаграм желісінде сторителлинг жасау үшін. Және сіздер басқа жақта іздемей, бұл өзі қол астыңызда инструмент, үлкен ауқымды инструмент. Бүгінгі әлеуметтік желінің өзі, яғни осы әлеуметтік желімен бірге тарихтың да оқыту керек деген бір көмек көрсетеді және білесіздер, барлық Инстаграмда және осы әлеуметтік желіде сторис деген бар. Мысалы, орыс тілінде история деген сөз, история және ғалым, және история және ағылшын тілінде story деген сөз, осында бір әңгіме ретінде, ал history дегеніміз бұл тарих ғалымы. Сондықтан өтте historian stories деген, яғни тарихтар деп айтады. Ал енді бұна жерде және бұл оқушылар осы қалада жүріп, қай жерде мысалы үзіліс кезінде және оларға қызықты ақпаратты қалай, мысалы олар үшін тарих әлемінен қызықты ақпарат және осындай өткен ғұмырға қалай шолу және біз осы сабақта үлгермей қалған материалды қалай жеткізсем болады деген ой болды. Және біз мысалы сабақ кезінде үлгермей қаламыз. Мысалы біз көбінесе әскери оқиғамен бөлсеміз,
саяси оқиғалармен бөлісеміз. И поэтому, Және сондықтан поэтому сейчас как раз-таки получается то, что природа және сондықтан осы мы практически не говорим. біз мәдениет туралы мүлдем айтпаймыз. Адамдар қалай өмір сүргені, қандай қызығушылықтар болғаны, И поэтому сол туралы біз мүлдем айтпайды екенбіз. Сондықтан ең қиындықтың барлығы осында, яғни осы адамдарға олардың немен пайдаланғанын, немесе сол уақытта немен қолданғанын түсіндіру. Сондықтан мен оларға мәдениет туралы ақпаратты жеткізу, оларға күнделікті өмірдің оқиғасын жеткізгім келді. Сондықтан мен осындай ұқсас сторис жасай бастадым. Яғни мен бір тақырыпты аламын және осы тақырып аясында бір сұрақтарды қоямын. Мысалы, бұлар бір белгілі сызықшаға қалыптасады. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, оқушылар, олардың ата-аналары, менің достарым, олар осы оқиғаны өздері қамтиды. Олар мысалы бір нәрсе беріледі, бірақ кейбір сұрақтарға жауап береді. Кейде олар дұрыс емес жауап берсе, онда олар өздерінің қателіктерін түсініп, және қандай элементтерді білмесе, соны танып білуге тырысады. Мысалы, бір осы тақырыпты өткен кезде осы білім өтіп кетті. Сондықтан белгілі жай қарапайым сұрақтан бастаймыз. Яғни жалпы сұрақтардан бастап жеке сұрақтарды қоямыз. Осының барлығы сана сезім түсіну үшін. Сондықтан тағы да атап өтетініміз осы стористі құрастырған кезде бізге өте қызықты жайт болған. Және оны қалай жасайтынымызды біз дәл қазір түсіндіреміз. Мысалы, сіз бір нақты тақырыпты аласыздар. Және сізде осындай мүмкіндік болса, мысалы, сіз тест кнопкасын қолдану мүмкіндіктеріңіз бар. Және бұл сіздерге 3-4 нұсқау тұрағын береді. Осының арасында тек бір сұрақ қана дұрыс болады. Яғни бұл сұрақ жалғыз болуы мүмкін емес. Бұл жауапты сақтайды. Және мен кезінде бұрынғы сауалнама пернелерде бастағанмын. Және біз бұл жерде бигонок жасағанбыз. Ол жерде дұрыс жауапты көрсетуге бола ма, болмай ма, яғни ең соңында бізге қызықты сұрақты жазамыз және дұрыс жауаптардың тізімі, яғни осы дұрыс жауап сұрақ B тізімі, осы біздің историяларды оқу арқылы, мысалы, бізде экранда 2 тест бар. Seva бұл сол жақтан және оқу білімі, және оқушылар лигасы, және бұл мен өзімнің жеке айналысатын менің қызығушылығым, және футбол арқылы, және ол футбол мен үшін де, менің оқушыларым үшін де маңызды элемент болып табылады. Және осы оқиға арқылы жаңа оқиға айтуға болады, 20-шы жылдардың тарихын айтуға болады. Яғни бұл тарих дегеніміз бұл пәндік нәтижелерді көрсетуге жақсы пән, биология, жаратылыстану, экономика, және тағы да көптеген салдар. Және қайда ұмытылмасақ та, сол жерде үлкен өнердің ашық элементтері байқалады. Және бұл жерде бір белгілі сторителлинг деген ақпаратты ауыздап жеткізуді ойластыруға болады.
Мысалы, бұл жерде тек жоба ғана емес, бір элементтерді қосуға болады. Визуалдық элементтерді, картина, фото, видео. Яғни бұл жерге вербалды түрде қарым-қатынас болатын мәтінді де қосуға болады. Дәл солай. Сторис дегеніміз конвергентті, яғни бұл жерде мультимедианың көп түрлері болуы мүмкін, және олар бір тұтас картинаны қалыптастырады. Яғни олар ақпаратты маңызды ақпаратты беруге мүмкіндік береді. Екінші жағынан, оң жағынан қарасаңыздар, Кеңес одағы кезінде мультфильмдар бар, және бұл жерде оқиғамен, тарихпен байланыс жақсы. Және екінші, потому что всегда дети смотрят мультфильмы со своими родителями. Өйткені балалар мультфильмді ата-аналарымен, ата-әжесімен көреді. Сондықтан Кеңес одағында болған мультфильмдер ол сіздердің өмірлеріңіздің және бір бөлігі сияқты, яғни сіз бір өте жақсы, жаныңызға жылы және нәзік сезім болады. Сондықтан осының барлығы сторителлингте, осы Кеңес одағындағы мультфильмдер арқылы сезінуге болады. Отанымыздың тарихы туралы және бір кезеңде құрылды. Дядя Федор туралы мультфильм құрды, және осы кезде ең бірінші Буран жасалды. Шато. Және сондықтан және біздің түсінуіміз құндылықтар желісі арқылы өтеді. Яғни бірінші кезекте бұл мультфильм нақты фразаға жасалған. Яғни мультфильмда бір белгілі сөздерді алғанбыз және оны ескертулер алған мультфильмнің ішіндегілерді. Және бұл фраза бойынша адам бұл қандай мультфильм екен деп ойластыруға болады. Және бұл осы сыртқы және ішкі бөлігінен екіншісі жаңағы біз қосылған картина. Яғни бұл картинадан бұл қандай мультфильм екенін түсінуге болады. Сонымен қатар бұл нұсқа түрлерін көрген кезде адамның өзінің бір кез келген эмоциялары, ескерткіштері өмірде болады. Және сондықтан осы қазіргі заманауи балалар көбі Кеңес одағының мультфильмін ешбір көрмейді, кейде бір жиі жағдайда қажетті элементтерді аламыз. Ал осы Historian Stories'ді және біз бірінші кезекте мәселені жазу туралы оқиға емес. Біз осыны не үшін жасаймыз? Бұл білім үрдісі не жасаймыз? Және бұл жерде қандай оқиғалар болуы мүмкін? Экстраполярды, сыртқы байланыста қандай болуы мүмкін? Мысалы, осы нақты мысал. Және біз осы Historian Stories тестіне қайттан ораламыз. Және осы 10 сұрақ ең ыңғайлы, қабылдау үшін ең ыңғайлы табылады. Және түсінікті. Яғни 10 сұрақтың бесеуін, яғни ең біріншісі мотивация болады. Яғни бізде әкем. Яғни бұл осы кезектен тыс әрекетіміз. Яғни бұл жерде бәрі нақты болу керек. Және сондықтан
Осының барлығы 4 маңызды элемент деп болады. Бірінші элемент ол өзіңізге мақсат қоясыз. Мысалы, сізде мақсатыңыз бар, ақпаратты жеткізу. Осы ақпаратты алғысы келгенде барлық жағдай жасау, сонымен қатар бір оқиғаға үйрену. Сөз тарих пәнінде әрине бұл белгілі. Күн, мысалы, бүгін 80-ші Союз мультфильм кинокомпаниясының 80 жылдығы деген. Және немесе жақында болады бізде. Бізде де осы бір мереке болады. Бізде бұл халық татуластыру күні деп айта алады. Бұл бізде 4-ші қарашада март мерекелері. Сондықтан біз осы история жасаймыз және осы және дұрыс Ресей аумағында және осындай бір мақсат қойылып отыр, яғни балаларға ақпаратты беру, зерттеу және барлық түсінікті ақпаратты түсіну және арға игеру. Және осы мақсаттан біз бір секундқа ол жерде тема қашан болды. Егер мысалы сіз сторителлингті құрған кезде білім беру әлеуметтік желіде, яғни сіз осы тақырыптың азы болған, соншалықты аз болғаны дұрыс. Яғни сіз тек осы бір тақырып айналсаң және онда маңызды факторлерді табу өте қиын. Екіншіден, және бұл жерде клипті өрім, және біз кейде бізде ойлау санамызда әртүрлі, сондықтан мамырда мультимедиалық ақпаратты алдық және сол яғни біз бұл жерде Совет кеңесіндегі мультфильмдер деп нақты сөздерді аламыз және осыған орай бізде басты факт пайда болды. Яғни бұл бізде әртүрлі, мысалы физикада болуы мүмкін, биологияда, туған ана тілінде немесе ескерген тақырыптарды ең бастысы түсіну және бізде физика мұғалімі тесттер жауап беріп және маған менің таныстарым барлығы маған жауап береді, көп адам маған біздің оқушыларымыз осыған қатысып жатыр деген. Яғни осындай жылы лебіз болған. Осының барлығы өз парақшаңызды балаларға таныстырып, түсіндіріп, өзіңіздің ішкі мүмкіндіктеріңізді көрсету және біз ары қарай осы басты тақырыптарды талқылаймыз. Және біз барлық толығымен алып, жеке бөлек қағазға толтырамыз. Және онда жеткізгім келген ақпаратты бәрін учеников. О, кстати, вижу то, что есть перевод Historian Stories на казахском, а потом, когда у нас будут вопросы-ответы... Нет, бұл жерде сіздерге сұрақ-жауап болған кезде, және сіздерге осы қазақ тіліне аударманы естігенде маған өте қызық. Және бұл жерде болатыны бізде мүмкіндік бар. Бұл тек сыныпты ғана емес, ол бізде ата-аналар және олар үйлерінде осыны шешу мүмкіндіктері бар. Олар күніне 10-15 минут, яғни бір жаңа тақырыптарды алып, жаңа жалпылама тақырыптарды алып, ең бастысы
белгілі мәселелерді шешу үшін. Мысалы, бұл жерде ең басты мәселе бұл оқиғаның қайғылы оқиға емес, және бұл проблема дегеніміз бұл зерттеу, бір оқу, яғни бұл осы проблема дегеніміз бір заттың екіншісіне сәйкес келмеуі. Мысалы, менде термокружка бар. Мен қазір бұл термокружкада чай жоқ. Және бұл жердегі мәселе, яғни термокружканың және оның бос мазмұнында, және бұл жердегі мәселе, әрине бұл әлеуметтік желі, және тағы да бұл білім беру контентін екеуін қалай бір-біріне жақындастырып, топтастырып, үйлестіру осы маңызды. Яғни бізде осыны үйлестіре білу. Яғни біз осы бөлікшесіз оның мақсатын жасауға мүмкін емес. Дәл осыдан біз келесі әлеуметтік желіге өтеміз. Ол қазір таңда өте танымал бүкіл әлем. Және бұл TikTok желісі, бұл Ресей Федерациясының. Яғни олар көп осы 10 жыл бойы түрлі видео, фотоларды өздерінің пікірлерімен Инстаграмға қойып бөлісіп жатыр. Сосын бізде мұғалімдер TikTok қойған дұрыс па, жоқ па деп сұрап. Және өзінің парақшасында TikTokта өзім осыны жасай бастадым. Мысалы, бір жыл бұрын өзімді неге сонда бір қызық тарихи оқиғалармен 60 теңге бір тарихи тұлғаларға айналып, яғни бұл осы және осының барлығы өте қызықты болады. Және мен алдыңғы кезеңнің видеосын көрсетейін. Қандай да бір болса фактілерді түсіргенбіз. Сіз дәл солай осы сілтемені өтіп, мысалы телефондарыңызды қосып, скан жасап, және сіздің сұрақтарыңызға ризамын. Және біз видеоны көреміз. Және бұл 60 секунд. Бәріңіз шығарыңыздар. Бәрін кіргізіңіздер, ешкімізді шығармаңыздар. Және оны кезекшілер жібермеген, соған 10 рубль берген. Солдат осы он жерде бар болғаны, келесі жылы осы оны өткізіп жіберген. Және осы капрал жаңа 10 рубль алған. Яғни бұл видео дыбысы естілді деген сенімдемін. Және мен дистант кезінен бастап Zoom-ға ешқандай ақпарат жіберген жоқпыз. Және осындай форматта мысалы сіздерде бір сағат жүрмей, яғни біз аламыз. Яғни біз 60 секундқа түгел тақырыпты сыйдырамыз ба?
және 45 Пишут, а где еще 15 50 секундта. секунд? Және біз сонда маған тағы неге 10 секунд ақпарат қоспадыңыз деп көп адамдар айтып отырады видео. Және бұл жерде ең басты құпия, және бұл осы түгел тақырыпты алу емес, тақырыпты болу үшін бір қарапайым, мысалы бір одан нақты оқиғаны алу, немесе Можно проецировать на эту эпоху. И самое главное, және ең бастысы бұл возможности ТикТока, даже просто как TikTok-тың приложение, чтобы смонтировать қосымша ретіндегі ерекшеліктері, мүмкіндіктері ол өте очень удобный. маңызды, олар қолайлы Может быть, недельку-две. және тәжірибелі. Мысалы, Дальше пойдет замечательно. Как делать подобные видео? Всегда я беру какой-то біз конкретный әрқашан нақты тақырыпты аламыз. с периодом истории. Мысалы, вот тарихи кезеңге байланысты, мысалы, біз 18 ғасырдың басы Петр I Ресей императоры, және осыдан кейін нақты факт шығарады, яғни Проверять своих часовых. Показатель этого может быть және бұның көрсеткіші событие, может быть, там что-то было навязано. Ну, да. Мы через это демонстрируем то, что Петр I біз осының барлығын өткенбіз. Бірінші Петр барлық қоғамның, барлық әлемнің басқарумен байланысты, басқарудың неге байланысты екенін және жаңаны жасауға қорғаныс енгізу және бірақ этот единственный факт, который мы бұл рассматриваем, жалғыз фактіні, бұл раскручивается ол бір белгілі қосымшалардың арқасында ашылады, және осында ілініп тұрған картиналардың арқасында, картиналардың арқасында осыны бір нәрсе шешу керек. Әрине, бұл жерде қолдану және менің ойымда болса, мысалы менің алдымда дәл осындай химияда немесе физикада отырған сияқты сезіп отырмын, яғни сіздерде осындай әрқашан интересных растений. Это мне сразу же представляется в родном языке. И мне очень нравится, как это делают математики. және маған осының барлығы математикада Историю через решение какого-то осы конкретного сенім арқылы интерактивного задания показывают, как надо делать. және осы қалай жасау керек екенін көрсетсе, осы қызықты түсіндіреді. Және мысалы біреудің мысалын айтады. Бұны қалай, яғни Там участвуют ученики, там участвуют учителя, родители, все такое. сондықтан бұл жерде И важно сказать о том, что это может сделать любой. және бұл осы маңыздысы, бұл кез келген мұғалім осыны жасай алады. Бірінші кезекте әр осындай сторителлингті өздеріңіз оқушыларыңызбен бірге жасау мүмкіндіктеріңіз бар. Мысалы, осыны сіздерге жасау өте қиын. Екіншіден, осының барлығын өте жақсы жасай алсаңыздар, онда өзіңізден керекті және осымен сіздерді осы тапсырманы қараңыздар. Мынау біздің үй тапсырмамыз. Сіздерге бір осы видео жазба ма, әлде сторис жасаймыз ба деп, ал сондықтан сіздер сторис жасайсыздар. Өзіңіздің пәніңіз туралы сторис жасайсыздар. Бір қатар өзіңіз пәніңіз бойынша сторис жасайсыздар. Және осы сторизде егер орыс тілінде болса, немесе қазақ тілден болса, және сіздерден сұраймын, және маған өте қызықты болады. Жауап беруге тырысамын. 1 қарашаға дейін. Және 10 күннің ішінде сіздерде өте қызықты және сіздің бәрі тарихпен шектеліп қалмау керек, және бұл мүлдем басқа сала болуы мүмкін.
Мысалы, бұл кез келген мектеп пәні болуы мүмкін. Сондықтан осы тапсырманы орындағандарыңызды күтемін. Бүгінгі назарларыңызға рахмет. Және сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Және сұрақтар келіп жатыр чатта. Қазақша болады, сұрақтар болады деп күтеміз. Александр Александрович, сізге рахмет. Уважаемые слушатели, участники конкурса, Құрметті қатысушылар, тыңдаушылар, сіздер сұрақтарыңызға жауап бере аласыздар. Және сіздерге Александр сіздерге тиянақты жауап беруге тырысады. Және ауқымды идея. Және бұл біздің білімдегі өзі тиктогымыз. Және бұл и казалось для нас что-то новое. Теперь я біз бұрын осы сұрақ ойланбайтын болдық. Және осы барлығы цикл екенін көріп жатырмыз. если это был костер, то это сейчас Яғни бұл бір костер, но в виде сторис. Уважаемые слушатели, да. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Я думаю, для многих как бы не және секрет, көпшілік үшін социальные сети, және көп әлеуметтік желілер бар, және олардың осы видео сабақ кезінде қалай пайдалану керек, және оларда минусы не в запрет, который будет тем источником, который будет давать знания. Мне кажется, это очень интересно. және ол бізге бұл оқиға түрін және Изменение мышления, да, осындай сананы өзгерту талап етеді бізде для мұғалімдерде. того, чтобы это сделать более эффективным. Осыны тиімді жасау үшін. Так, спасибо большое. Здесь все благодарят. Және Александр сізге барлығы алғыс білдіріп жатыр. Было. Барлығы қызығушылық танытуда. Здесь, наверное, надо большое отметить, надо просто начать делать, да? Вот және ең бастысы сіздің какие-то советы, первые сіздің пять, бірінші не знаю, советов или Бірінші. лайфхаков, да? Что нужно сделать для того, чтобы просто начать и не бояться оценки? Потому что жай ғана учитель, бастау. я же отличник, и мне должно Және быть мен всё мұғалім получиться. ретінде Я мен не хочу, чтобы мои сторисы потом дети говорили: о, және менің Гульнара стористерімде на написала, и вообще она не понимает, что она делает. Вот, какие-то Важно вот начать ваши делать. советы. Да. Да, важно просто начать делать, причем так, чтобы было яғни интересно. ең бірінші бастап және бұл қызықты болатындай жасау керек. Частичное начало. Және бұл жерде Попробовать это сделать. және осының бәрін бастауымыз керек. Проверить, может быть, на какой-то Өздеріңіз фокус-группе. бір кішкентай фокус группада тексеру қажет па. Делать это еженедельно хотя бы, или там раз в 2 недели, чтобы появилась определенная периодичность. Может быть, также писать прямо от руки, может быть, сначала. және бұл басында секретте болу керек қой. Экзаменах, выпускных, және мен выпускных экзаменов. И на протяжении там, 4 часов делать және нечего, 4-5 сидел в сағат источнике, көлемінде темы, которые я Yes. буду наперед использовать, темы, которые я 5 бұрын болатын жаққа использовать и және біз записывать осы даже от руки. Потом, правда, неудобно будет сұрақтарды передавать на телефон, қолмен жаздық және но вот от того, то, что ты пишешь, және сіздің ойлағаныңыздан мышление, адамның двигается это вперед. өзіңіздің ой санаңызда бірге Такие вот өзгере бастайды, қозғала Я бастайды бірге. думаю, что это очень важно, наверное, сейчас және для всех, бұл өте маңызды деп ойлаймын біз понять, үшін. что на самом деле на первом месте это мы. және біз бірінші орында бізге біздің қызығымыз, содан кейін Чуть дальше это станет, да, с учениками станет еще интереснее и очень увлекательно. Так, спасибо все. Благодарю. барша Уверена, что это будут они использовать на уроках. олардың барлығы осыны өз сабақтарында қосады деп сенеміз. Я бы сейчас Вебинардың моментов вам проговорить, что қатысушылар сіздерге рахмет. интересно Сіздердің белсенділіктеріңіз үшін, да, участие. сұрақтарыңыз үшін, қызықты сұрақ қойғандарыңыз үшін. Дополнительные призы для самых активных. И вот хотелось бы напомнить, что я сейчас хочу Ең белсенділер үшін бізде форматировать, если вы не против. Давайте, конечно. егер сіздің
Сіз қарсы болмасаңыз, егер сіздер осы барлық Александр берген барлық тапсырмаларды жасаған соң, сіздер өз стористеріңізді осы Word'қа немесе Word құжатта вебинар деп өзіңіздің фамилияңызды көрсетіп, және біз не үшін жасайтынымызды білесіздер ғой сіздер. Біз осы конкурс аясында бізде жаңа ноутбук сыйлыққа қойылады. Насколько хорошо это было сделано, да, важно все это зафиксировать. Яғни біз осының барлығын Не откладывать. Осыны ертеңге қалдырмаңыздар, тапсырмаларды жасаңыздар, сторис түсіріңіздер. Егер әлеуметтік желіңіз болмаса, онда сіздің және сізге тақырыбыңыз жазасыз, классыңыз жазасыз, және бұл жерде ешқандай шектеулер жоқ. Digital Ustaz Алматы деп белгілейсіздер, және орындалған тапсырмаңыз жазылған. Это, конечно. Және сіздердің осы скриндарды поштаға жіберіп, тағы да міне көрсетіп тұрмыз ғой. Және қандай вебинар болды, өздеріңіздің аты-жөндеріңізді жіберсеңіздер болады. Так, отлично. Отлично, в принципе. А теперь, уважаемые участники, я бы хотела, чтобы вы... Енді құрметті қатысушылар, енді сіздер бәріңіз сауалнамадан өтіңіздер. Және осы сауалнама біздің вебинарды қызықты және жақсы жасауға мүмкіндік береді. Александр. Более того, хочется от лица, наверное, ваша коллега, как учителя, поблагодарить, что вы тратите время. Сіздер осы мұғалім ретінде сізге алғыс білдіргіңіз келеді. Сіз өзіңіздің осы сабақтарыңызды пайдалы болу үшін, балаларға көңіл күй беру үшін, олардың өмірге деген қызығушылық арта түсіп, және біз осы ұйымдастырушылар ретінде, чтобы у них были высокие цифровые компетенции, и все это формируется на самом деле. Және бір үлкен сөзбен емес, жай ғана қарапайым әрекеттермен жасаймыз. Яғни өзіміз телефонмен, ноутбукпен жасаймыз. Өйткені жаңа зерттеулер көрсеткенде ең керемет кабинетті және сізге осының бәрін қолданатын мұғалімдер болмаса, онда барлығын маңыздысы бізде мұғалімдер. Бұл біздің біліміміз, бізге осындай бізді ынталатқандарыңыз үшін көп рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Мен осындай бір әлі ұқсас, цифрлы, құзырлықтай, осындай жасайтын ешбір әлі сайысты көрген жоқпын, бірақ осылай қазір бірінші. Яғни бұл қалған спикерлерде қызықты болады дегенге сенімдіміз. Әріптестер айтатын әңгімеміз көп, және бұл осы парақшама қарадым, және парақшамны Инстаграмды белгілеп жатыр. Баршаңызға көп рахмет. Кештеріңіз жақсы өтсін. Келесі аптада сәрсенбі, бейсенбі күндері қосылыңыздар. Және сіздерге өте қызықты вебинарлар болады. Баршаңызға рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. До свидания.